Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге бүгін мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Еңбекші Қазақ аудандық филиалының оқытушысы Балжан Жақсылыққызы Ахметова. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы теледидар, газет, журнал, интернет. Грамматикалық тақырып септеулік шылаулар, есімшенің заттануы. Сабағымызда кездесетін жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Менімен бірге қайталап отырыңыздар. Бай, дана, жиынтық, жаңалық, кемшілік, теледидар, мәлімет, оқырман, жеке өмір. Қармағыңыз қапсын. Көгілдір экран. Құрметті тыңдаушылар, жаңа сөздермен таныс болсаңыздар, менімен бірге қайталап оқып отырыңыздар. Әлемдегі ең бірінші газет 1605 жылы Германияның Страсбург қаласында шыққан. Түркістан уалаятының газеті Қазақстандағы ең бірінші газет. 1870-1882 жылдары Ташкентте қазақ және өзбек тілдерінде шыққан. 1950 жылдан бастап ғаламтор іске қосылып, жұмыс істей бастады. Алғашқы емайлды профессор Леонард Клейнрок Лос-Анджелестегі Калифорния университетінен Станфорд ғылыми зерттеу институтына жіберген. Оқып болсаңыздар, сабағымызға қатысты грамматикалық тақырыпқа тоқталайық. Септеулік шылаулар. Септеулік шылау сөз бен сөзді байланыстырады. Ол атау, барыс, шығыс және көмектес септіктерінде тұрған сөзбен тіркеседі. Мысалы, ана туралы ән айтады. Отбасыңнан бұрын өзің жайлы айтқың келе ме? Әншілердің жеке өмірі жайында айтпаймын. Достық үшін не істей аласыз? Септеулік шылаулар белгілі бір септік жалғаулы сөздерді меңгеріп, оларға бағыттық, мақсаттық, мезгілдік, ұқсату, қайталау, тағы да басқа грамматикалық мағыналар үстеп тұрады. Мысалы, ол қалаға оқу үшін келді. Үлкендер ауылға қарай аяңдады. Есімшенің заттануы. Есімше формаларының етістікке және сын есімге тән қасиеттері бар. Есімше есім сөздер сияқты септеліп, тәуелденіп, көптік жалғауын қабылдап, зат есім мағынасында жұмсалады. Мысалы, Әсемнің айтатыны осы. Кететіндерге жол болсын дейміз. Киім сататындар қазір келеді. Сабағымызға қатысты екінші тапсырма. Алдарыңызға беріліп тұрған сөздерге мұқият болыңыздар. Тиісті орындарға қойып, сөйлемдерді толықтырып жазып шығыңыздар. Бірінші сөйлем үлгі ретінде беріліп тұр.
Біз үшін сапа маңызды. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Біз үшін сапа маңызды. Спорт жаңалықтары туралы кім айтады? Осы бағдарламадан кейін не болады? Хабарымыз арқылы адамдарға мейірімді болыңыздар дегіміз келеді. Күзге дейін күн суыта бастайды. Жаңалықтардан бұрын телесериал көремін. Балапан сияқты балаларға арналған телеарналар көп болуы керек. Үйге қарай әлі 3-4 аялдама бар. Тапсырманы тексеріп болсаңыздар, 3-ші тапсырма. Берілген сөздерге мұқият болыңыздар. Тиісті орындарына қойып, сөйлемдерді аяқтап жазып шығыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Бүгін Дін Мұхаммед Қонаевтың мұражайына бардым. Жұма күні менің нағашыларым келген. Қаңтар айында теледидардан жақсы бағдарламалар көрсетіледі. Қызылорда қаласы еліміздің бұрын астанасы болған. Нұр Сұлтан қаласы бұрын Целиноград деп аталған. Қазақша кітаптарды маған досым берген. Сіздің ұлыңызды қалада кездестіргенмін. Қазір дүкен сол көшенің оң жағында орналасқан. Құрметті тыңдаушылар, тапсырманы тексеріп болсаңыздар, назарларыңызға үй тапсырмасы. Ғаламтор және баспасөз. Қайсысы қазір басым? Артық, күшті, неге? Газет, журнал шығару керек пе? Жоқ па? Не үшін керек? Керек емес. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.